Талантты адамдардың құлағы, көзі, ақыл ой түйсігі өзінен бірнеше жыл бұрын туады деген рас ау. Джекиді анасы 12 айдан кейін толғатыпты деген сөз бар. Тіпті ішін жарып алған көрінеді. Туылғанда 5 келі 400 грамм шыққаны да содан. Джеки Чанның шын есімі Чын Ган Чен. Бала күндегі оған жұрттың қойған аты үлкен мұрын болған. Бір кездері осылай атаған үшін мұғалімнің тұмсығын бұзып, сол оқиғадан кейін ешкім оны үлкен мұрын деп келеке етпейтін болыпты. Джеки Чан Гиннестің рекордтар кітабына 4 мәрте енген. Азияда мұндай жетістікке жеткен әзірге ешкім жоқ. Осы уақытқа дейін Джеки Чан 117 фильмге түсіп үлгеріпті. Қаншама жарақат алып, денесінің зақымданған жерлері өте көп. Тіпті кино түсірілімі барысында оны қорғайтын да, алмастыратын да адам жоқ екен. Қысқасы, теңдессіз актер. Джеки Чан жаттығуға күніне 3 сағатын арнайды, 8 шақырым жүгіреді. Балық еті мен көкөніс жегенді ұнатады. Етті мейлінше жемеуге тырысады екен. Себебі ет жеген күннің ертесіне тағы 20 минут артық жүгіруіне тура келеді. Оның киноға түсуге арнайы талаптары бар екен. Үнемі қаһарман рөлін ойнау керек. Сондай-ақ оның көмегіне мұқтаж бала, әйел, қарт адамдар болуы қажет екен. Қаһарман болғанына қарамастан, табиғатынан қашпай, шағын денелі, күлкілі болғанды жөн санайды. 1985 жылы түсірілген бір полицейдің бастан кешкен атты фильмнің түсіріліміне шақырылған каскадерлар жарақат алып, одан кейін мүлдем Джеки Чанмен жұмыс істемейміз деп ұйғарыпты. Қазір Джекимен жұмыс істейтін небәрі 16 каскадер бар. Джеки өте жанкешті адам. Әлдебір трюктерді жасар алдында жүрегінде қорқыныш ұяласа да, режиссер мотор деп белгі берген кезде барлығын да ұмытып кетеді екен. Егер трюк сәтті шықса, қуанғаннан ән айтып би билейтін көрінеді. Джеки күніне небәрі 4-5 сағат қана ұйықтайды. Джеки Чан 80 фильмде актер, 11 фильмде каскадер, 15 фильмде режиссер ретінде, ал 11 фильмге продюсер болған. О!